Сіз шок боласыз, бірақ бұрын сәбилерге наркозсыз ота жасалатын. Бұрынғы медицина адамгершілігімен ерекшеленбеген. Мысалы, бүгінгіде депрессия болса, сіз психотерапевтке барасыз. Бірақ 100 жыл бұрын лоботомия депрессиямен күресу үшін қолданылған. 70 жылдардың ортасына дейін жаңа туған нәрестелер ауырсыну рецепторларының жетілмегендігіне байланысты ауырсынуды сезбейді деген сенім болды. Біртүрлі сияқты естіледі. Әрине, дегенмен дәрігерлер балаларға қалыпты анестезияға ақша жұмсауды артық деп санады, және оларға бір препарат берді. Ол препарат балаларды қозғалтпайтын етіп қояды, бірақ толық ауырсынуды қамтамасыз етпейді. Сонымен қатар, мұндай операциялардан кейін жүрек қан тамырлар асқынулары, метаболикалық бұзылулар, психологиялық бұзылулар пайда болу қаупі бар. Тек 80-ші жылдардың аяғына дейін ғана ғалымдар нәрестелердің ауырсынуды сезетінін анықтады. Міне, балалар сөзсіз ғасырдың ең айқын жаңалығы